Біз бүйтетін болдық, дені дұрыс дәрігердің нөмірін берші дейтін болдық, шыны керек. Біз бір жерге барамыз ба, 3 дәрігерге барып, 3 түрлі диагнозбен салыстыратын жағдайға жеттік. Ол менің әкемде де өтті осы жақында ғана. 3 Семей бір диагноз айтады, Астана 2 түрлі диагноз айтады. Сенесіздер ме? Сөйтті де міне Стамбулға келді. Біз өзіміз депутат ретінде халықтың жағдайын жасауымыз керек, бірақ ертеңгі күні міне халықтан да сөз шығады. Бізге жан керек. Бізге денсаулық керек, бізге ата-ана керек бірінші кезек. Жарайды, біз жаспыз. Ол нәрсені мән бермейтін шығармыз. Бірақ ертеңгі күні біз де қартайған кезде біз де сіздердің алдарыңызға барамыз ғой, дәрігерлердің. Сол оқып жатқан, білім алып жатқан мамандарға барамыз ғой біз. Бірақ қай бетімізбен барамыз деген сұрақ туындайды. Осыны неге біз ойланбаймыз? Неге біз міне Ажар ханымға жібереді отчетты, барлығы күшті. О, барлығы ешқандай міне күшті аударылған дейді. Мен мына жерден ешқандай аударма көріп отырған жоқпын. Мен өзім телевизия саласында талай жылдар істегем. Редактурада талай сценарийді орыс тілінен қазақ тіліне де аударған кездер болған. Бірақ бұндай қателіктерді мен көрген жоқпын ешқашан.